Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен осындай кез келген дастарханның сәнін ашатын, өте дәмі ерекше болып, хрустящий болып шығатын Наполеон тортын жасайтын боламыз. Құрметті оқырмандар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен керекті заттарымызды дайындап аламыз. Маргаринімізді ұнымызбен осылай ауната отырып, үкіштен өткізетін боламыз. Маргарин міндетті түрде салқын болу керек, тоңазытқышта тұрған болу керек. Себебі біз песочный қамыр жасайтын боламыз. Менде барлығын осылай өткізіп болған соң, үлкен ыдысымызға саламыз. Және қолымыздың көмегімен осылай әдемілеп тұрып, осылай крошкалар жасайтын боламыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Міне ұнымызбен маргаринімізді жақсылап араластырып, крошка жасап алдық. Келесі кезекте сұйық массамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен салқын суға 7 немесе 6%, немесе 70% уксусымызды салып, және үстіне 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Және кішкене ғана тұз салып жібереміз. Міне сұйық массамызды құрақ массамыздың үстіне салып, қамыр жасайтын боламыз. Ұнның барлығын бірден салып жібермейміз. Осылай арасында аз-аздан салып тұратын боламыз. Қамырымызға ұнды қатты көп салып жібермейміз. Қолға жабыспайтындай етіп қамыр шықса болғаны. Міне бұл жерде қамырымыз дайын болды. Міне қолға жабысып тұрған жоқ. Ендігі кезде холодильникке немесе тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қоятын боламыз. Және осылай қатты болып шығу керек қамырымыз. Және осылай 6 немесе 7 бөлікке бөлеміз. Өзіңіздің пешіңіздің листына байланысты жая бересіздер. Менде 6 бөлікке бөлінді. Осылай пергамент бумаганың үстінен кішкене ұнды себелеп жіберіп, қамырымызды жайып шығатын боламыз.
Қамырымыздың көлемін өзіңізге пешіңіздің бетіне ыңғайластыра отырып жаятын боласыз. Және жұқа етіп жаямыз осылай. Алдын ала пешіңізді қыздырып қоямыз. Не өзімізге керекті мөлшерін осылай өлшеп кесіп алатын боламыз. «160 градуста 5 минут 7 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне осылай қызарып әдемі болып шыққан кезде аламыз. Міне жанындағы осы артық қамырларын осылай үгітіп шығатын боламыз. Міне өзі бөлініп түседі осылай. Міне көріп тұрғандарыңыздай хрустящий болып піскен. Креміне осы сгущенкамен сакроманы жағатын боламыз. Бөлме температурасында тұрған маргариніміз бен сгущенкамызды екеуін жақсылап миксермен миксерлеп аламыз. Көп миксерлеп жібермейміз, бірдей 8 крем болғанша ғана араластырамыз. Дайын корждарымызға осылай кремдерімізді жағып шығатын боламыз. Кремнің арасына көбірек жаға бергеніміз дұрыс. Себебі крем сіңген соң құрғақ болып қалуы мүмкін. Келесі алдағы видеоларда Наполеонды заварной креммен жасайтын боламын. Міне қалған креміміздің барлығын осылай үстіне құйып, жан-жағының барлығына жағып шығамыз. Наполеонның шетінен қалған жаңағы қорықтарын осылай қолдың көмегімен езіп, жақсылап жанына үстіне полный барлық жағына себелеп шығатын боламыз. Міне біздің Наполеон тортымыз дайын. Құрметті достар, сіздер де жасап көріңіздер. Наполеон тортын жасап болған соң міндетті түрде бір түнге қалдырғандарыңыз дұрысырақ. Асығыс болған жағдайда 5-6 сағатқа жақсылап орап, холодильникке қойып қоямыз. Жеген кезде ауызда еритін өте дәмді Наполеон тортын сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.